кемелдену кедергілері. Өмірімді өзгертсем, жақсы адамға айналсам, деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ант ішіп, сөзді де бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кертартпа мінезден арыламын деп тәуекелге бел буып, кірісіп те кеттік. Бірақ әр кеш жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтына алмай, татансақ лаулап жана алмай. Абай атамыздың не ол емес, не бұл емес, менің де күнім күн емес дегеніндей қайран уақытты өткіздік. Әрине, ниет жақсы, талпыныс күшті. Алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет. Жақсылық жолында бүк түзіп жатқан бөгеттерден құтылу қажет. Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз. Әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп, әу бастағы ізгі ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас сол жартас, өзгеріссіз қала береді. Ендеше, адам баласын жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқталайық. Мақсатсыздық. Арман жай ғана қиял, ал мақсат белгілі бір межеге жоспарланған нақты іс. Харви Маккей. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай басы ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдына нақты мақсат қоя алмасан, ғұмырын соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалана адасып қаласың. Уақытты құр-босқа өткізесің боласың. Яғни, арықтағы суда ағып бара жатқан шөп-шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға, деп Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамда үлкен мақсат болмайды. Ендеше, армансыз асқақ болсын. Үлкен мақсаты армандаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген, Алла оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жол жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам харекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ. Мұндай пенде жетіліп, жігерленуі былай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбал болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала егін егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса я саудаға салынса, қолы кермеді, немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласы деуі осында.
баянды, мақсатсыз. Бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп, мақсаты жоқ адам кір көрінгеннің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруына мақұл көріп, ләббайлап жүгіре жөнеледі. Яғни, мақсаты бекем емес пендені де не болса сол жетектеп босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бәр ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып, түрлі құмарлық сезімдерін тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп, рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пенде асқазан қамын, тәндік рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі сананда, кейін қағаз бетінде көрініс табады, сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып әуре сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілін толмайтын, әттеген-айы бар үй пайда болады. Ендеше, өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырын өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда, ақыл ой сарсаңға түсіп, қалай бақыт аларын білмей адырайды. Мұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерден жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда, ақыл ой радары оған жетуге қажетті мәмілеттер іздеп, назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бақытқа қарай харекетке көшіп, қозғалады да білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді мақсатқа діттеген кітап тоқу, орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілік арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады. Егер жеке кәсіби бар кісі болса, онда соған сай өзіндік қысқа, орта, ұзақ мерзімді мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып, кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында кәсібіне қатысты алдағы жоспарын сұрағанда, алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп, үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақыты, тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс, жүйелі қоя білу, жетістікке жетудің жартысына тең екенін түсіндіруге тырыстым. Смарт жобалау әдісі. Алға қойған мақсатыңызды смарт әдісі бойынша жобалау өте тиімді тәсіл. Аталған әдіс мақсатыңыздың жүйеленуіне, дұрыс жоспарлауына көмектеседі. Смарт сөзінің әр әрпі жоспарлауға қажет белгілі мағынаны білдіреді. Специфик, нақты, кез келген мақсат жалпылама емес, айқын әрі нақты, түсінікті болуы керек. Көп ақша табу секілді жалпылама қойылған мақсат ешқашан жүзеге аспайды.
тек арман болып қалуы мүмкін. Мақсат нақты болғаны секілді қарапайым әрі жас балада түсінетін ұғынықты болуы тиіс. Мысалы, Алматы, Шымкент қаласынан балалар аяқ киімін сататын дүкен ашу. Тағы басқалары. Measurable – өлшеулі. Мақсаттың өлшемі мен көлемі анық болуы қажет. Мысалы, Алматы қаласында балалар аяқ киімін сататын 3 дүкен ашу жылдық сауда айналымының көлемін 1 триллион теңгеге дейін көтеру. Instagram парақшасының оқырман санын 1 жылда 200 мыңға жеткізу. Тағы басқа. Қойылған мақсаттың нақты мөлшері алдын ала бекітілуі, мәжеге жетудің дәл өлшемі болуымен қатар, оны жүзеге асыру үшін қажетті ресурсты түгендеп, толыққанды жоспар жасауға адамды жігерлендіреді. Оны мына сұрақ арқылы нақтылауға болады. Мақсатқа жетіп жетпегенімнің өлшемі қандай? Attainable – қолжетімді. Қойылған мақсатқа жету шамадан тыс болмауы қажет. Ол үшін қажетті ресурс пен уақыт жеткілікті болуы шарт. Бұл жайлы машқа жүзіп бармамыз. Қолынан келмес іске әуре болсан, еңбегін қанша қылған кетер зая, дейді. Мақсатын орындаларына ең әуелі адамның өзі сенімді болмағы шарт. Мысалы, 2 жылдың ішінде 50 нүктеден аяқ киім дүкенін ашамын деген мақсат қойдыңыз делік. Оған қаржы, уақыт, іскерлік қабілет пен білікті команда секілді ресурстар мен өмірлік тәжірибеден жеткіліксіз болса, оның орындалу ықтималдығы әрине өте төмен. Өйткені мақсат иесі оның орындалу шарттарын қамтамасыз еткен жоқ, ал сенім жоқ жерде тау қопарар шынайылық та жетістік те болмайды. Ол тек қиял мен арман күйінде қалады. Мақсатқа жету мүмкіншілігінді тексеру үшін өзіне мына 2 сұрақты қоя білген жөн. Бұрын сонды мұндай мерзімде осындай ресурстар мен мақсатқа жеткен адам бар ма? Жеке тәжірибеде осындай істерді орындаған кезең болды ма? Егер бұл сұрақтарға беретін жауабы жоқ болса, онда қойған мақсатына түзету енгізіп, қосымша уақыт, ресурс мүмкіндігін қайта қарастырған жөн. Relevant – маңызды. Мақсаттың басты бағыты мен түпкі мәнін, һәм оның болашақтағы пайдасын анықтап алған тиімді. Әйтеуір жасалуы керек деп пайдасы жоқ, қажетсіз істерді мақсат ретінде таңдап алып, уақыт пен күш қуатынды, қаражатынды босқа шығындауға жол беруге болмайды. Көп адамның бастаған ісі аяқсыз, жасаған жұмысы нәтижесіз қалатындығын басты себебі мақсат айқындалмауынан. Мысалы, шет тілін үйрену үшін арнайы курсқа жазылғандардың көбі орта жолдан тастап кетіп жатады. Оған себеп тілді не үшін, қандай мақсатта үйрену керектігін білмеу. Яғни, еліктеушілік. Сондықтан әуел баста өзіне алға қойған мақсатым орындалған кезде оның қандай пайдасы болады? Бұл мақсатымды қазір орындау маған тиімді ме? Жоқ, әлде басқа уақытқа шегерген дұрыс па? Бұл мақсат бойынша жұмыс жасауым өзіме және жақындарыма қандай әсер болуы мүмкін? Тағы сұрақтарды анықтап алған жөн. Time bound – уақыты шектеулі. Мақсатқа жетудің тағы бір шарты, яғни көзделген істің аяқталатын мерзімі нақты жоспарлануға тиіс. Мысалы, 2022 жылдың наурыз айының 20 жұлдызында Шымкент қаласында аяқ киім дүкенінің ашылу рәсімін жасаймын дедіңіз. Мақсат қаншалық маңызды болса, оның орындалу мерзімін нақтылау да соншалықты өзекті. Уақыт мерзімі нақты болған тұста
межең де айқындалып, өзіңді барынша қамшылайсың, әрі ресурстарың мен бар қабілетіңді толық қолдануға тырысасың. Ал мақсат етілген істің мерзімдері кезең-кезеңімен белгіленген жағдайда арқанды кеңге салып, жайбарақат жүріп алуы мүмкін. Сондай-ақ мерзімнің бекітілмеуі келесі кезекті басқа мақсаттарынды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Мақсаттың миында қоқыс күйінде мазалап тұра береді. Мақсат қоюға қатысты жоғарыдағы шарттарды ескере отырып, оны жүзеге асырудың тиянақты жоспарын жасау қажет. Егер мақсат ірі болса, бірнеше кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Сондай-ақ мақсатына қажетті ресурстарынды түгендеп, қай жерде, қандай жолмен, қай уақытта кіммен орындайтыныңды анықтап алуын керек. Осы орайда айнымас мақсат сапалы жоспар құру үшін ең әуелі білім мен табандылық керек. Таймайтын табандылық болмаса, алдынан кездесер қиыншылықтар мен бөгеттерге шыдас бере алмайсыз. Сөйтіп, жарты жолда бастапқы мақсаттан адасып қаласыз. Шығыс халқының даналығындағы мақсатың қаншалық биік болса, астындағы арғымағын соншалықты шабысты болады деген тәмсілді үнемі есте сақтаған жөн. Мақсаттарың биік болсын. Алла елшісі бір хадисінде, Алладан жұмақты сұрасаңдар, онда ең жоғарғысы фирдаусты сұраңдар деген екен. Бұл өсиет мұсылман баласын биік мақсат қоюға үндейтін илахи ұғым. Өмір тепе-теңдігі. Сен де Раббыңның, отбасының, хап-нәпсінің қақысы бар. Әр қайсысына өз қақысын беруге міндеттісің. Хадис. Кемел адам өз өмірінде тепе-теңдік сақтай білетін 4 құбыласы түгел кісі. Өмірінің түрлі қырларында тепе-теңдікті сақтай алмаған адам өзін толық бақытты сезіне алмайды. Мысалы, ертелі-кеш кәсібімді өрге сүйреймін, мол ақша табамын деп жүріп, отбасы бақытынан айырылған адамның кәсібі өрге дөңгелегеннен не пайда? Уақыт тоқтап тұрмайды, сен көп ақша табамын деп жүгіріп жүргенде, балаларын ыстық алақаныңды сезбей, мейірімге толы жылы сөзіңді естімей, көзді ашып жұмғанша есейіп кетеді. Ал шуақты көңіл мен жылы мейірімнің рөлін мол ақша ешқашан алмастыра алмайды. Сондай-ақ, жаратушыға деген құлшылығын көп болғанымен, жұмысын жоқ болса, отбасыңды қажет нәпақамен қамтамасыз ете алмасан. Әрине, ол да бір кем дүние. Тіпті Алланың аманатына үлкен қиянат. Сол сияқты өмірде түрлі жетістікке жеткені мен денсаулығына қарай алмасан, ондай жетістігінен не пайда? Ендеше, өмірде орта жолды тауып, тепе-теңдікті сақтай білу аса маңызды. Әр намазда оқылатын Фатиха сүресінде «Ихтинас сираттал мустақим» деп үздіксіз Алладан тура жолды сұраймыз. Тура жол аса ауқымды да өте нәзік ұғым. Қарапайым тілмен айтқанда, өмір сүру барысында асып та кетпей, кем де қалмай, әр нәрсенің орта жолын тауып, тепе-теңдік сақтай білу нағыз тура жол. Бақара сүресінде біз сендерде орта жолды ұстанатын үмбет жасадық делінген. Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейхан. Адамның өзіне сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы басқалары. Үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да, айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін,
бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол-аяғы жіпсіз байланып, ынжық, бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы һәм ардақты қолданбасы. Сөзсіз, біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла тағаланың әрбір адамға қабілет қалым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер тартқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуге тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашылады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай Хакім: ондай болмақ қайда деп айтпағылым сүйсеңіз, деп бекер кертартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет, қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді. Бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған-тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бір қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы алшақтық Алла дарытқан ішкі сыртқы ресурстардың дамуы нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсы бір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзін әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарын, мән бермей жүрген қабілет-қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып, жетілдіруге ұмтыл. Дамытуға әрекеттен, тіпті өзінің кейбір әлсіз қабілеттерінді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуына әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегін мен ақылын екі жақтап. Демосфен: айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тәсілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек дәлмері Демосфен: бала кезінде тілі мүкіс, тұтықпа бопты. Даусы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ. Сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жұрт жынды адам көргендей күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктеріне қарамастан, ол көпшілік алдына шығып, ойын еркін, шешен жеткізуді іштей қатты армандайды. Ол мақсатына жету үшін әртүрлі жаттығу жасауды қолға алады. Дауысын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылымен жарыса айғайлайтын. Итті әдейі ызаландырып, одан р әрпін дұрыс айтуды үйренгеніміз. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әдіс қолданады. Осындай жаттығулардың арқасында Демосфен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эквивалентіне айналды. Сөз сөйлеу техникасын шегіне жеткізді. Демек, бұл әр адам шын ниеттенсе жетістікке жететініне дәлел. Қазақтың көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен боласын деген мақалы бекер айтылмаған.
талаптыға нұр жауар. Әкем марқұм бала кезімде домбыра сатып алып келді. Менен басқа бауырларым бірден үйреніп алды. Менде ықылас жоқ. Оны байқаған әкем: балам, домбыра тартуды үйрен, өмірде пайдасы деді. Достарының ортасында мерейін үстем болады деп ақыл айтты. Ал менде саз ырғағын ұғатын қабілет болмаған соң әке сөзіне мән бермедім. Арада жылдар өтті. Жасым 40-қа келгенде әкемнің баяғы сөзі есіме түсіп, арнайы ұстаз жалдап, күй тартып үйренуге тырыстым. Алғашқыда саусақтарым қатып қалғандықтан икемге келмеді. Бірақ үздіксіз жаттығудың арқасында бірнеше күй үйрендім. Тіпті ұлым екеуміз мектеп сахнасына шығып, бірнешеуін орындап бердік. Әрине, кәсіби тұрғыдан меңгердім деп айта алмаймын, бірақ жаман да емес. Мен туған ауыл таулы аймақ, көл жоқ. Сондықтан суда жүзуді білмейтінмін. Соның кесірінен 25 жасымда терең бассейнге батып кете жаздағаным бар. Абырой болғанда байқап қалған бір жігіт құтқарып қалды. Осы оқиғадан кейін судан өлердей қорқатынды шығардым. Кейіннен 35-ке толғанда бойымдағы қорқынышты жиып қойып, арнайы жаттықтырушы жалдап, кәсіби жүзудің бірнеше түрін меңгеріп алдым. Уақыт өте келе тоқтамастан ұзақ қашықтыққа еркін жүзетін болдым. Бұл оқиғалар өз басымнан өткен дүниелер. Яғни үйренем деген адамға шынайы ықылас болса, кедергі деген түк те емес. Көп адам өзінің бойындағы мүлгіп жатқан қабілеттерін ашуға батылы жете бермейді. Хамза балама домбыра үйретіп жүрген Нұрбол Сейілбек деген жігітке кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандарға арнап «Кемел адам» атты күй шығарып көрсен деп ұсыныс жасадым. Нұрбол күй тартудың шебері болғанмен, осы уақытқа дейін бірде-бір күй шығарып көрмегендіктен ұсынысымды зорға қабыл алды. Біршама уақыт өткеннен кейін күй шығарғанын қысыла жеткізді. Тыңдап көрдім, өзіне тән бояуы бар, ырғағы да ерекше күй дүниеге келіпті. Көңілімнен шықты, бірақ Нұрбол әлі де өзіне сенімсіз. Содан не керек? Кәсіби сазгер Ермұрат Үсенов атаға бірге барып, шығарған күйін тыңдаттық. Ермұрат аға, өзіне тән бояуы бар, ойлы әуен екен. Оркестрмен орындалса тіпті керемет болады деп оң баға берді. Тіпті неше рет қайталап тыңдады. Кәсіби сазгердің жақсы сөзін естігеннен кейін Нұрболдың ынтасы оянып, өзіне деген сенімі күшейе түсті. Туа бітті мінез өзгере ме? Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Абай. Адамның табиғатында туа бітті мінезі болады. Ол өзгереді, һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады демекші, бір әке-шешеден дүниеден келген балалардың әр қайсысы бір әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей. Әр қайсысының бедерленіп, алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарымданектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілділік пен ынжықтық, үнемшілік пен сарандықтың, жомарттық пен ысырапшылықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетін, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын көркем мінез иесі болсаң кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге бас есен ынжық атанасың. Сондай ақ өр мінез бен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасан, Хаттаптың омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың. Ал теріс жаққа қолдансаң, перғауындай жауыз боласың.
Әзіреті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгірсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омар мен көп айырмашылықты байқай алмаймыз. Омар ол кезде де көшбасшы айбатты, тік мінез, айтқаннан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжіктікке бой алдыратын, ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейін Омар әділетсіздікті көрсе найзағайдай жарқылдап, күндей күркірейтін өр мінез, айбынды, қара қылды қақ жаратын, әділ де мейірбан халифаға айналды. Омардың туа бітті табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы, ұстамды, жомарт Әбубәкірдің де, жібектей жұмсақ, биязы Османдың да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуатты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түсеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім деп, кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелдендіруге болатындығын айтып отыр. Қазір Галап атты адам бойындағы алдыға шығып тұрған негізгі қабілеттерін анықтайтын арнайы тест бар. Осы тесттен өтіп, бойыңыздағы ерекше қабілет мінезіңізді тауып, жетілдіруге тырысыңыз. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бойым талайдың түсіне кіріп, ұйқысынан қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап, ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспарлағандай жүзеге асып, тасты патша сарайына ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтыла алмасқасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де өзі әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенін хабары жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшілік өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салынып, қолын қалтасына салмастан тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт сылап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Асыл тас кір басып, шіріген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет-қарымдар бар. Алла тағала адам баласына не бір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілет-қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазының кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамытпастан, мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше өз бойындағы асылынды ашуға ұмтыл, еңбектен, ең бастысы өзіне сен, қалтаға қолынды сал. Абайдың өзіне сен, өзіңді алып шығар, ақылын мен қайратын екі жақтап деген өсиетін үнемі есте сақта. Ұлт ретінде қазақтар, Аллаға шүкір, жан-жақтымыз, қабілетіміз де басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді, қазақ еріншек дегенді доғарып, халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан, кім шебер болса жалықпай, талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әділ қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақты тып-тыныш жатып, еріншек, еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды, бірақ оларды қозғау керек дегені аса көреген пайым. Білім ал,
өзіңді жетілдір. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Кендікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман. Міржақып Дулатұлы. Адам баласы дүниеге көзін ашқан сәттен бастап, өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеп жүруді, тіл қатып сөйлеудің өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін тұсы да осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әр қайсысын өмір сүруге қажет қабілет қарымы болмысында, туа бітті табиғатында бар. Оларда сана жоқ. Сондықтан олар арнай оқып-тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты. Төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің адам секілді нәпсілік қалауы жоқ. Ішпейді, жемейді, үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды. Демек, күреспейді, қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де, даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойындап, оған бас игендігінің сыры осында жатыр. Адамды періштеден үстем еткен ең биік қасиеті оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам білмеген нәрсесінің дұшпаны, әсіресе хабар жоқ нәрседен күдіктеніп қорқады, шегіншектеп тартынады. Ал оқып, біліп, зерттеп, білмеген нәрсенің табиғаттың қыр-сырын түсінген кезде өз-өзіне деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамынық даусы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады. Құранда білетіндер мен білмейтіндер бірдей ме? Денгені де міне сондықтан. Басқа бір аятта Алла араларындағы шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берілген білімділердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Деп бұл дүниеде, ақыретте де білімді адамдардың дәрежесі үстем болатындығын білдірілген. Имам Шафиғи бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбатқа түседі. Ендеше, ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіне инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме. Сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білімге салған қаражатын, жұмсаған уақытын мен қажыр-қайратын саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бірақ алаяқтардың ұйымдастырған сапасыз семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң, өзіне деген сенімділікке, жетістікке көп кешікпей жанынан табылады. Олай болса, қандай жаста болсан да, нендей жағдайда жүрсең де, әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақытты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазіргі уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген ілімін бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күнің жаңа нәрселерді үйренумен, білім көкжиегіңді кеңейтумен өтсін. Бойындағы үрейден арыл. Армандағанының бәрі қорқынышының арғы бетінде тұр. Джордж Эдейр.
Қорқыныш пен үрей Алланың адам табиғатына орнықтырған ең керекті сезімдерінің бірі. Басына келер қауіп-қатерден қорғану үшін бұл сезім аса қажет. Егер бұл қасиет болмаса, жауапкершілікті мүлде сезінбес едік. Бәлкім қайнап тұрған суға, жанып тұрған отқа түсуден де, биіктен секіре салудан да қорықпас едік. Қорқыныш сезімі болмағанда, батырлық пен ерліктің де қадірі болмас еді. Қорқу сезімі адам жаратылысындағы табиғи құбылыс. Адам қорыққанда мидың бірнеше бөлігі қызмет етеді. Әр қайсысының өз міндеті бар. Мәселен, таламус мүшелерден келген ақпаратты қайда жіберетінін шешеді. Соматосенсор қыртысы келген ақпаратты түсіндіреді. Гиппокамп жадқа жауап береді және не болып жатқанын анықтайды. Амигдала келер қауіпті анықтайды және қорқыныш пайда болған сәттерді есте сақтап қалады. Ал гипоталамус ағзаның қорғану реакциясын іске қосады. Бұл әдеттегі қорқыныштың жүріп өтетін жолы. Енді осы кезде адам белгісіздікке қадам басып тәуекел еткенде, гиппокамп бұл әрекеттің нәтижесін болжай алмай қалады. Ал соматосенсор қыртысы не болатынын түсіндіре алмайды. Сөйтіп адам миы отқа түскен көбелектің күйін кешеді. Адам баласы ең үлкен қорқынышты сезінеді. Бүкіл ағзасымен қоса, жан дүниесі де қорыққанынан қайтерін білмей дәл болады. Сөйтіп гипоталамус бірден бар күшімен іске кірісіп, тәуекелдің жолын бөгейді. Нәтижесінде адам жаңа нәрсе жасаудан тартынады да, осыған дейін өзі секілді мыңдаған бейбақ жүрген соқпақ жолға түсіп кетеді. Мұндай адам ешқашан бар әулетін толғаша алмайды. Әйтеуір жаны бар адамның ғұмырын кешіп өтеді. Демек, барлық адам қорқады. Бауыржан Момышұлы айтпақшы, ешкім іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді. Өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жетістікке жеткен небір мықты тұлғалардың басқа адамдардан айырмашылығы іштегі орынсыз қорқынышын жеңіп, үрейге қарсы жүзе алуында жатыр. Ал ынжық пенде өз үрейіне қамалып, қорқынышты ойларына маталып, әрекетсіз бір орында қала береді. Теодор Рузвельттің мына сөзін қандай орында айтылған: жеңіліссіз жеңіс тұғыры болмайды. Кез келген талпыныстың қателіксіз жүзеге асуы екіталай. Іс жасаған адам міндетті түрде қателіктің дәмін татады. Жеңілістің ащы, жеңімпаздықтың тәтті дәмін татпай, адам шынайы жетістікке жетпейді. Жақсылық жолында қателесу тұғыры биік, абыройлы іс. Демек, қателесуден қорықпа. Альберт Эйнштейннің өмірде қателесіп көрмеген адам, ешқашан нәрсе жасап көрмеген адам деген қанатты сөзі бар. Меніңше, еш нәрсе жасамаған адам да қателеседі. Өйткені, бірақ рет берілген қамшының сабындай қысқа өмірде жаңа нәрсе жасауға ұмтылмаудан асқан қателік жоқ. Әрбір қателік тәжірибе, әрбір жаңылысу жақсы іске жетелейтін баспалдақ. Томас Эдисон 10 мыңнан аса жасаған тәжірибесі сәтсіз болғаннан кейін ғана электр шамын ойлап тапқан екен. Сондағы айтқаны: мен 10 мың рет сәтсіздікке ұшырап жеңіліс тапқан жоқпын. Бар болғаны 10 мың жұмыс істемейтін жолды анықтадым. Көп жағдайда адам баласы өзі білмейтін нәрседен қорқып, алдында не күтіп тұрғанын болжай алмаған жағдайда үрейленетінін айттық. Мысалы, тас қараңғыда жөн табу қиын. Әрдайым бір нәрсеге соғылып қаламын ба, құлап кетемін бе деген үрей бойды билейді. Яки кез келген сыбдырдан күдіктеніп, әрбір қарайғаннан үркесіз. Олай болса, қорыққан нәрсенің қыр-сырын білуге ұмтыл. Ол жайлы зертте, кітаптар оқы. Сонда алдыңғы соқыр тұман ашылады. Айналанды көре аласың. Қайда бара жатқаныңды білген кезде бойындағы қорқыныш та сейіле бастайды. Мысалы, біз бизнес бастаған
Мысалы, бір бизнес бастағын келді, бірақ оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, ұңғыл-шұңғылын терең білмегендіктен, жұмысым іске аспай қалса не болады деп қорқасыз. Жылдар өтсе де батылын жетіп, ойындағы кәсіпті бастай алмай шегіншектей бересіз. Ал оны жан-жақты зерттеп, түрлі кітап оқып, сол салада тәжірибелі адамдармен ақылдасып, істің ретін біліп, тәуекелді барынша азайтқанда өзіне деген сенімділік пайда болады. Бойдағы кері тартып тұрған үрей де сейіле бастайды. Кітап жазу хикаям. Қателіктен қорықпа. Өйткені кез келген іс кемшілік пен қателіктен тұрады. Адам баласы барлық нәрсені үйреніп тумайды. Өзінің өткен өміріне көз жүгірт. Сан рет құлап, сүрініп, шалынып, тік жүруді үйрендің. Төгіп шашып, ақыры тамақ жеуді меңгердің. Былдырлап жүріп тілін шықты. Мектепте әріптерді ежелеп әрең оқығанның есінде болар. Тек 1-2 жыл өткен соң зуылдап оқи бастадың. Ендеше өміріндегі әрбір қателік пен кемшілік кемелдікке қарай жасалған тәжірибе. Бастысы сабақ алып, алға жылжи білу. Көш жүре сөйледугін ұмытпа. Өз басым 2001 жылы Египеттен оқу бітіріп келген кезімде кітап жазудан қорықтым. Өйткені 8 жыл бойы шетелде басқа тілде білім алған маған қазақ тілінде кітап жазуды елестетудің өзі қорқынышты болатын. Өйткені өмірімде кітап тұрмақ, бірде-бір мақала жазып көрмеген едім. Ішімде орныққан сонша жыл шетелде оқып келдің, білгенді халыққа жеткізуің керек деген ниетімді кітап жазу қолынан келмейді деген қорқыныш һәм сезімдік тежей берді. Оның үстіне компьютер қолдануды мүлдем білмейтінмін. Компьютер пернетақтасына қайта-қайта қарап, ойымды бөлмеу үшін 10 саусақ деген әдісті үйренудің қажеттігін сездім. Алайда оны үйренейін десем, жеке компьютерім жоқ. Әйтеуір біреудің пернетақтасын алып, картон қағазға суретін көшіріп салдым. Әріптердің бәрін орын-орнына сызып қойдым. Сөйтіп қолымды 10 саусақ әдісіне үйрете бастадым. Қалада маршруткада кетіп бара жатып та көз алдыма компьютер пернетақтасын елестете отырып, ойша бір нәрселерді жазу арқылы 10 саусақ әдісіне машықтануды әдетке айналдырдым. Нәтижесі көп күттірмеді. Пернетақтаға қарамай қазақша жылдам жазуды меңгеріп алдым. Діни мәтінге арабша аят, хадистер көп кездесетіндіктен кейіннен 10 саусақ тәсілімен арабша жазуды да үйрендім. Уақыт өте келе іштегі қорқынышымды жеңдім де бісміллә деп кітап бастадым. 1,5 айда 17 бет жаздым. Осыны жазып болғанша жалғыз өзім бір үйді бастан аяқ салып шыққандай күй кештім. Сөйлемді дұрыс құрай алмаймын. Сан рет өшіріп қайта жазамын. Сөйтіп жүргенде танысым берген тозығы жеткен ескі компьютерім күйіп те кетті. Ішінде 1,5 ай қиналып жазған дүнием қоса өшті. Ішім күйіп, ақырдым. Мамандар жазбамды қайта қалпына келтіре алмады. Амал жоқ, бәрін қайта жазуға тура келді. Бір қызығы 17 беттің әр сөйлемі жадымда жатталып қалыпты. Сөйтіп өзімді өзім көшіріп шықтым. Ақыры 1,5 жыл дегенде бас аяғы бір кітапқа жетерлік жазба пайда болды. Оны редакторларға берсем, олар қызыл пастамен түзетіп, қайта қайтарады. Қағаз қызыл бояудан көрінбейді. Бейне бір бастан аяқ қайтадан жазылғандай. Оны апталап отырып, қайта түзетіп шығамын. Түзеткен сайын сөйлем құраудағы, сөз таңдаудағы қателіктерімді көріп отырдым. Дәл осылай 6 рет редакцияладым. Әр түзеткен сайын қызыл бояу азая түсті. Соңында кітап болып жарыққа шықты. Бір қызығы, осы кітабым ең көп оқылым әкелді. Кейін бірнеше кітап жаздым. Егер алғашқы кездегі қорқынышымды жеңбегенімде, басқа кітаптарыммен қатар қазір мына өзіңіз оқып отырған кітап та жазылмаған болар еді. Не бір қабілет қарымы мықты адамдар мән тәрізді іштегі үрейін жеңе алмағандықтан ұпайынан айырылып жүр. Харекет ет. Сен жолға шық, жол өзі апарады.
Мәулана. Бойдағы үрейді кетірудің жолы харекет. Әрекет бар жерде іштегі қорқыныш бойын сенен аулақ ұстайды. Бұл құбылысты әсіресе спортшылар жақсы біледі. Рингке немесе кілемге шыққанға дейін кез келген спортшыда қобалжу, іштей қорқыныш болады. Бірақ шаршы алаңға шыққан соң бойдағы үрей сап тыйылады. Қазақтың көз қорқақ, қол батыр дегені осы. Мәселе батылдығын жеңіп, ниеттенген ісіңді бастай білуінде. Басталған соң үрейленуге уақыт болмайды. Ендеше харекет қыл. Екіленіп іркілме. Бойдағы қорқынышқа қарсы шық. Бала кезімде әкем мені кеш батқанда ат арқандауға жұмсайтын. Кей күндері аспанды бұлт торлап, дала қап-қараңғы, бір адым жер көрінбейтін сәттер болады. Бойда азап қорқыныш сезімі пайда болады. Мұндай кезде мен аяғымды нық басып, аузыма түскен өлеңді әндетіп, қараңғыға сүңгіп кететінмін. Қорқынышыма қарсы жүретінмін. Аздан кейін қорқынышты сейілетін. Тәуекел ет. Тәуекел түбі жел қайық, өтесін де кетесін. Уайым түбі тұңғиық, батасын да кетесін. Мақал. Қорқыныш пен үрейден құтылудың тағы бір қадамы ұлы жаратушыға деген шынайы сенім мен тәуекел. Тәуекелшілдік дегеніміз жетістікке жету үшін қажетті барлық себепті қолынан келгенінше жасап, нәтижесін Аллаға тапсыру. Осындай шынайы тәуекел кез келген қорқыныш пен бойдағы үрейдің бірден-бір емі. Себебі ғаламда Алланың рұқсатынсыз еш нәрсе жүзеге аспайды. Ешбір іс Алланың назарынан тыс емес. Алла болуын қалаған қиыншылықтан сені ешкім құтқара алмайды. Ал Алла адамды қандай да бір пәлекеттен құтқарамын десе, оған ешкім бөгет болмақ емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әс-сахабасы Әбу Бәкір мен бірге Мекке мен Мәдина қаласына көшкен кезде арттарынан қуып келе жатқан жаудан сақтанып, үңгірге жасырынады. Қуғыншылар дәл үңгірдің аузына келгенін байқаған Әбу Бәкір уайымдай бастайды. Сонда Алла елшісі қорықпағын, Алла бізбен бірге, деп басу айтып, алаңдаған сахабаның көңілін тыныштандырады. Кез келген іске қатысты қолымыздан келер әрекетті жасағаннан кейін нәтижесін Аллаға тапсырып шынайы тәуекел ете алсақ, бойдағы орынсыз үрей мен қорқыныш өзі-ақ жоғалады. Ал кез келген істің себептерімен қатар нәтижесін де мойнымызға артып, нәсіп ету, рызық беру, сәтін салу секілді Аллаға ғана тән істерге араласқан жағдайда бойымызды үрей билеп орынсыз уайымға салына бастаймыз. Рухани кемелденген жандар қолынан келгенін бәрін жасағаннан кейін қалғанын тағдырдың табиғи ағысына, жаратқанның әділдігіне тапсырады. Нәтижесін бір Алладан күтеді. Аз бере ме жоқ әлде көп етіп төге ме, қашан, қай жерде, қандай кейіпте нәсіп ететіндігіне араласып қарсы шықпайды. Алланың шекарасына өтпейді. Жаратқанға тиесілі істерді уысында ұстап, бақылауға алуға ұмтылмайды. Керісінше нәсіпті, нәтижені қабылдай біледі. Өмірде ешбір нәрсенің кездейсоқ еместігіне, әр оқиғаның, әр кездескен адамның бекер еместігіне иланады. Әсілінде барлық мәселе тәуекелдің аздығы мен Аллаға тиесілі іске араласудан туындайды. Тағдырдың табиғи ағысына қарсы келмей бойынсын. Анаңның қараңғы құрсағында белгісіз бір нәресте болғанында Алла сені қоректендіріп, мына әлемге жіберді. Бесікте еш нәрседен хабарсыз жатқанында сені есіркеп, анаңның омырауынан шипалы сүтті идірген сол бір жаратушың емес пе? Ендеше сол сәттеріңді есіне түсір де Аллаға сенім ат. Абдулхайыр Жәйләни.